Сәлеметсіздер ме? Мен Ахметова Ғалия Базарханқызы, Қазақ технология және бизнес университетінің менеджмент және туризм кафедрасының аға оқытушысымын. Сіздердің назарларыңызға ойын-сауық индустриясы пәнінен дәріс. Театрлар мен көп мақсатты залдардың инфрақұрылымы. Дәрістің жоспары. Дәрістің мақсаты театрлар мен көп мақсатты залдарды ұйымдастырудың негізгі түсініктерін оқып тану. Дәрістің жоспары. Театр көрінісі ұғымы, театрлық мекеменің құрамы, театрдың негізгі сипаттамалары мен қойылатын талаптар. Екіншісі, көп мақсатты залдардың ерекшеліктері, көпшілікке әйгілі универсал бірегей залдардың сипаттамалық ерекшеліктері, көп мақсатты залдардың негізгі даму тенденциялары. Әртістер мен қызмет көрсетуші персоналы бар қажетті құралдармен жабдықталған театр ғимараты театр көрінісін құрады. Театр ғимараты құрылымды түрде екі негізгі бөліктен тұрады. Көрермендерге арналған және демонстрациялық. Көрермендерге арналған бөлік вестибюль, киім ілетін жер, фойе, буфет, әжетхана мен темекі шегетін мекемелерден тұрады. Бұл бөліктің қызметтік ерекшелігі спектакль басталмас бұрын және біткен соң антракттарда, үзілістерде қызмет көрсету. Кейбір театрларда көрермендерге арналған бөлікте басқа да орындар болады. Олар көрмелер ұйымдастыру мақсатында болуы мүмкін. Міне театрдың фойе. Демонстрациялық кешен, зал, сахна және сахналық орындарды қамтиды. Сахнаға шыға берістегі күту орындары, әртістердің дайындық бөлмелері, қоймалар және көлемді безендірулер жасалынатын, костюмдер тігетін, аяқ киімдер тұратын шеберхана бөлмелері осы демонстрациялық бөліктің құрамына кіреді. Міне сіздердің назарларыңызға сахнаға шығатын жер, мынау киім тігетін жерлер, шеберханалар театрдағы. Келесі көрініс шеберхана, театрдың шеберханасы. Театр кеңістігін ұйымдастыру жүйесі әртүрлі. Көрермендер әдетте сахна алаңынан үш жағын қоршап отыру мүмкін. Дәстүрлі емес сахна типтеріне шеңбер, үш жақты дисперсті орталық сахналарды жатқызамыз. Міне сондай залдардан көрініс. Драмалық спектакльдерді қою үшін сахнаға, оңдағы құрал жабдықтарға, залға, залдың акустикалық сипаттамаларының бағытталуына арнайы талаптар қойылады. Музыкалық спектакльдер үлкен сахналарды, үлкен сахналық орындарды қажет етеді. Музыкалық театрлардың сыйымдылығы 1200-1300 орынға дейін жетеді. Акустика залы ән айту дауыстары мен музыкалық аспаптардың дыбысын қабылдауға бағытталады. Драмалық спектакльдер орта шамамен 600-1200 көрерменді жинайды. Келесі көрініс міне, сол музыкалық опера көріністер сахнадағы. Театр қойылымдары үшін сахнада болып жатқан көріністің көрінуі, әртістердің сөздерінің айқын естілуі және көрермендер үшін интерьер мен зал жайлылығы маңызды. Қойылымды белгілі бір деңгейде қабылдау
ойын алаңының үлкен кішілігіне тәуелді. Әдетте ойын алаңдарының өлшемдері тереңдіктегі жөнінен 10 метрге, ұзындығы 14 метрге тең болады. Балет қойылымдарында ойын алаңының өлшемдері 12-де 12-ге тең. Драмалық спектакльдерге көрермен әртістің мимикасы 27 метр жүрген, ал опера балет спектакльдері қойылымдары кезінде 30 метр қашықтықтан көру керек. Міне, мынау дайындалып жатыр көрініске декорацияларды. Мынау театрдың сахнаның орындағы орындары. Театр ғимаратын дамытудың басты бағыттары болып сахна мен залдың өзара байланысу формасын кеңейту болып табылады. Сахна қозғалысы залға енген кезде көрермен іс-әрекеттің қатысушысы болады. Қазіргі таңда заманауи спектакльдер сахналық шешімдер мен жанрға сәйкес оркестрлер және дәстүрлі сахнаның жаңғыруы, оның безендірілуіне де өте көптеген өзгерістерге ұшырап отыр. Міне қазіргі замандағы заманауи безендіру, қозғалыс сахна. Театр залдары жасанды жарықты қолданады. Оларға өртке қарсы талаптар қойылады. Залдарда желдету көрермен залына жазда 23-25 температура, қыста 19-21 температура деңгейінде кондиционер жүйелері орнатылады. Қалыпты ауа райы спектакль басталмас бұрын жасалып, және тұтас қойылым бойы сақталу керек. Тазалау жұмыстары күнде орындалады. Ал егер бір күн ішінде бірнеше қойылымдар қойылса, әр спектакльден кейін тазалау жұмыстары жүргізіледі. Жиһаз және кілемдердің шаңын сүртіп тұру апта сайын, ал залдың дезинфекциясы ай сайын жүргізіп отыру тиіс. Қойылым залдары маңызды рөл атқарады. Шағын концерт залдары камералық ансамбльдердің, әншілер, аспапта орындаушылардың жеке концерттердің өтуіне арналса, үлкен концерт залдарына опера әртістері, симфониялық оркестрлер мен ансамбльдер өнер көрсетеді. Залдарда көрсетілімдік қызметтің қоғамдық және спорттық түрлерінің ұштасуы болады. Залдардың мынандай типтері бар: концерттік, қоғамдық, бейконцерттік, банкеттік, концерттік және тағы басқа. Көбіне спорттық қызметпен байланысты. Залдар үлкен көлемде болады. Мынау шағын камералық зал. Универсал залдардың мысалы ретінде Жапонияның Токио қаласындағы Кабуки ұлттық театрын айта аламыз. Ол 1746 және 630 орындық екі залға ие және кез келген көріністі қоюға арналған. Міне, ілгеріден келе жатқан Кабуки, әйгілі Кабуки театры, ұлттық театры. Міне сол театрдың көріністер, мынау залдары, мынау үлкен залдары. Театр Кабуки. Сол театрдағы көріністер. Әлемдегі ең үздік концерт залдарының бірі 1920 жылы 1920 орындық, ол Германияның Лейпциг қаласындағы Геверхаус концерт залы. Міне, Геверхаус, Лейпцигтегі концерт залы. Елизавета патшайымның киноконцерт залының сахнасы 13 бөліктен құралады. Барлық құралдар автомат құрылғыларымен ауыстырылады. Сахнаның алдыңғы бөлігін камералық операларды орындауда оркестрге арнап ұйымдастыруға болады. Міне, біз назарларыңызға Елизавета патшайымы, оның немересі. Көп мақсатты залдардың негізгі даму тенденцияларына мыналар жатады: әртүрлі мақсаттарға арналған қойылымдық орталықтар құру,
көп мақсатты залдардың бос уақыт профиліндегі мекемелермен байланысты болуы. Универсалдық залдар негізінде престижді шараларды өткізуде орталықтарды қалыптастыру. Осы дәріске арналған сұрақтар: театр деген не? Мен оның түрлері қандай? Көп мақсат залдардың мәні және жіктеуін атаңыз. Театрлық мекеменің құрамы, театрдың негізгі сипаттамалары мен қойылатын талаптары атаңыз. Көп мақсатты залдардың ерекшеліктері көпшілікке әйгілі универсал бірегей залдардың сипаттамалық ерекшеліктерін анықтаңыз. Көп мақсатты залдардың негізгі даму тенденциялары. Қазақстан Республикасындағы театр сыныптауы қандай? Қазақстанда көп мақсатты залдардың пайда болу сатылары. Қазіргі замандағы театр мен көп мақсатты залдар инфрақұрылымының жай-күйі қандай? Назарларыңызға рахмет.